воспитывались ваши родители, они понимают, что вы взрослые, и что у вас сегодня последний, ваш первый детский и взрослый рассвет. Медленно с лица вдруг упала слеза. Говорят, что пацаны не плачут. И сколько не пытался бы ты отрицать, в жизни все окажется иначе. В жизни ведь так важен, блин, каждый момент. Важно каждым днем насладиться. Ну почему же все те 11 лет я куда-то так торопился? Слезы на щеках, плачут девки, пацаны. Аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Нам бы повторить времена, не торопи. Поздно что-то изменить, нам не лента, выпусти. Слезы на щеках, плачут девки, пацаны. Аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Нам бы повторить времена, не торопи. Поздно что-то изменить, нам не лента, выпускни. С пацанами вышли покурить, чтобы просто обсудить то, как дальше будет жить. Кто-то сразу на работу, кто-то в армию служить. Ну а там как пойдет. Одноклассница танцует с одноклассником. Я верю, что они потом поженятся по классике. Я верю, в этом мире каждый место свое найдет. Одного не понимаю, от чего до жути больно. Все, что от тебя оставим, фотографии в альбоме, что будем пересматривать не раз. Что будем пересматривать не раз. Вот уже и время, чтоб встретить рассвет, и мы идем навстречу ветру пьяные. Время, чтобы вспомнить 11 лет и обсудить на будущее планы. Друг друга ни за что отпускать не хотим, ведь знаем, что боль в сердце усилится. Встречаться чаще мы обещаний дадим, но так и никогда не увидимся. Слезы на щеках, плачут девки, пацаны. Аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Нам бы повторить времена, не торопить. Поздно что-то изменить, нам не лента, выпускник. Слезы на щеках, плачут девки, пацаны. Аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Нам бы повторить времена, не торопить. Поздно что-то изменить, нам не лента, выпускник. У каждого из вас огромное сердце и душа. Вы самые добрые и отзывчивые дети. Каждый из вас человек, способный откликнуться на помощь даже незнакомым. Олай болса, біз байрам концерт бағдарламамызды баслаймыз. Жас аулат білімге жұмсап бар күшін, ақыл зейіні менен әлемді шолсын. Ватан үшін, адам үшін, халық үшін жанып жасай тоғын азамат болсын. Ассалаумалейкум, азиз ұстазлар, қадірлі ата-аналар, һәм мектебіміздің келешегі болған білімлі жаслар. Бүгін мектебімізде үлкен байрам. Бүгін мектебіміздің қарлығашларының 11 жыл давамында тәлім алған Қадырдан мектебіндегі соңғы қоңырау атлы соңғы байрам кешесі. Байрам баршаңызге құтлы мүбәрек болсын. Ал енді мектебіміз бенен қошласып, үлкен өмір босағасына қадем қойып атырған келушілерімізді ортамызға шақырып қаламыз. Әлбетте, музыка менен біргелікте. Мархамат, қол шапалақлар болсын. класс, яғни 11-ші А класс
қол шапалақтарыңыз. Ал енді әлбетте байрам кешімізді Өзбекстан һәм Қарақалпақстан мемлекеттік гимнларымен бастап алсақ. Бергеновнаға береміз. Және де ортамызға Қарақалпақстан Республикасы Тоғай қожалық агентлігі басшылығы Айбек Аминовты ортамызға мұрат етеміз. Хамде, әлбетте, және де бір қатар мейманларымыз бар. 11 класс оқушыларын құтлықлау үшін келіп отырған мектепке шекемгі білімлендіруші өлкемлерін муафиқластыру секторы методисті Арзыбаева Зоя Мырзабаевнаны ортамызға мұрат етеміз. Хамде, Нөкіс қалалық мектепке шекемгі һәм мектеп білімлендіру бөлімі қанегесі Халилаев Тауран Убайхановичті мұрат етеміз. Ассаламу алейкум, құрметлі ата-аналар, ұстазлар, азиз келушілер. Бүгін жаһан көлемінде еліміз хақында сөз кеткенде, жаңа Өзбекстан сөз тізбегі тілге алынбақта. Бұл кейінгі жылдарда рауажланудың ұлыма жаңа басқышына қадам қойғаныңыз, ерісі батырған үлкен табыстарымыздың тән алынуы болып табылады. Құрметлі президентіміз атап өткеніндей, қазіргі уақытта Өзбекстанда жаңа бір ояну, үшінші ренессанс дәуіріне текар жаратып атыр десек алжаспаған боламыз. Сіз, азиз жастар, айны үшінші ренессанс әулетларысыз. Сіздерден үмітіміз көп. Һәм келешекте оқымыслы, білімлі, еліміздің рауажлануына өз үлесін қосатын кадрлар болып жетілсуіне сенім білдіреміз. Азиз біткерушілер, барлығыңызды қадырдан мектебіңіз, мехрибан ұстазларыңыз бенен қошласып, тұрмысымыздың және де жауапкершілікті басқышына қадам қойып атырғаныңыз бенен шын кеуілімнен құлқылап өтемен. Үйрену, іздертлеу, һәм ұмтылудан еш уақытта тоқтамаң. Бәршеңізге сау саламатлық, жұмысларыңызда һәм алдағы оқуларыңызда, жеке тұрмысыңызда үлкен табыс һәм әуметлер тілеп қаламан. Үлкен өмірге қадам атлап атырған дәслепкі сенімлі қадамыңыз құтлы һәм сәтлі болсын. Осы 2025-26 оқу жылында оқушыларымыз һәм ұстазларымыз көплеген бір қанша жетіскенліктерге ерісілді. Айне соларды мақтанышпенен тілге алсақ арзыйды. Атап айтсақ, осы оқу жылы дауамында
мектебimiz оқытушы қызларынан түзілген волейболшы қызлар командасы, министр кубогы, 5 баслама олимпиадасы шеңберінде өткерілген спорттың волейбол түрінен сыйлы 2-ші һәм 3-ші орындарды иеленуге миясар болды. Сондай-ақ теннистен дене тәрбие пәнінің оқытушысы Азамат Хамидов сыйлы қалалық басқыштан 3-ші орынды иеленіп қайтты. Тикарғы пән олимпиадасының Нүкіс қалалық басқышында 10-ші класс оқушысы Мұратбаев Аллаяр география пәнінен қатынасып сыйлы 2-ші орынды алуға миясар болды. Оқытушысы Ұлбосын Жемұратова. Осы орында мектебімізде және бір мақтанышлы 11-ші Б класс оқушысы Урынбаев Абдурашид Милли исайти сертификатлар, халықаралық сертификатларды алып, мүддетінен алдын студент болу бақытына миясар болды. Осы оқу жылы давамында Smart Kids атлы кубик, рубик жинау бойынша өткерілген жарыста мектебіміздің 2-ші класс оқушысы Әуеспаев Сұлтанбек Қарақалпақстан республикалық басқышына қатынасып, сыйлы 2-ші орынды алуға миясар болды. Жақында өткерілген қабілетлі мектеп ансамблі таңлауында мектебіміздің мұхаллес командасы қатынасып, Нүкіс қалалық басқышында сыйлы 3-ші орынды алуға миясар болды. Оқытушысы Мергүл Абдыкаликова. Спорт тарауында да оқушыларымыз жүді көп жетіскерліктерге еріспекте. Атап айтқанда, мектебіміздің 9-ші класс оқушысы Дарменбаев Атабек Олимпия шоққысы атлы жарыста спорттың диск лақтыру түрі бойынша қатынасып, Қарақалпақстан Республикасы басқышында сыйлы 1-ші орын жеңімпазы болды. Айне осы жарыста Көшкінбаев Бердақ спорттың теннис тобын лақтыру түрі бойынша қатынасып, Нүкіс қалалық басқышында сыйлы 1-ші орынды иеледі. Және де Ерниязов Абдурасул спорттың ядро лақтыру түрі бойынша Нүкіс қалалық басқышында сыйлы 1-ші орынды иелеп, қазіргі уақытта Қарақалпақстан Республикасы басқышына таярлық көрмекте. Бұл оқушыларымыз әзірде республикалық басқышқа қатынасуға таярлық көрмекте. Оқушыларымызға әумет яр болу тілеп қаламыз. Сонымен бірге 5 баслама олимпиадасы шеңберінде өткерілген спорттың жеңіл атлетика түрі бойынша Сапаров Азамат қатынасып, Қарақалпақстан республикалық басқышында сыйлы 3-ші орынды иеледі. Айне осы жарыста спорттың волейбол түрінен мектебіміз оқушыларынан түзілген қызлар командасы Нүкіс қалалық басқышында сыйлы 3-ші орынды иеленуге миясар болды. 4-ші класс биылғы оқу жылында 4-ші класс оқушыларының Спирлс 2026 халықаралық бақылауға қатынасты. Әлбетте бұл Өзбекстан Республикасында 169 мектеп қатынасуға миясар болған болса, соның ішінде Нүкіс қаласында 2 мектеп қатынасты. Сонан біздің 26-ші мектебіміздің қатынасуға миясар болды. Балаларымыз жақсы нәтижелерге ерісті. Құдай қаласа 1 жылдан кейін жұмағы шығады. Сол орында және бір мәрте барша мектебіміз бітірушілерін құттықтаймыз. Һәм алдағы жоғары оқу орындарына кіру тестілерінде әумет яр болып қалуын тілеп қаламыз. Бәлен парвазлар сізге бітірушілер. Тыварыңыз үшін рахмет. Assalamu alaikum, hürmetli ustazlar, hürmetli оқушылар. Мінекей бүгін 25 май соңғы қоңырау кешесіне жиналып отырған екенсіз. Әммеңізге байрамнан құтты мұбарек болсын. Мінекей биыл біткеріп отырған оқушыларымызға жаңа өмірге қадам қойып жатырды. Әммесіне жоғары оқу орындарына кіріп, бір елге жетіліп, жігіт қыздар болып, жетілісуіне тілеп қаламыз. Оқушыларға білім берген ұстаздарына, мұғалімдерге әмбесе миннетташылық білдіріп рахмет айтамыз. Әмеңізге байрамнан құтты болсын. Ассаламу алейкум, құрметлі ұстазлар, құрметлі меймандар, қош келдіңіз. Күне бүгін 25 май соң қоңырау кешесіне жиналып отқан мейманларға әммесіне рахмет айтамыз. Біткеріп отқан оқушы жастарға алдағы уақытларда оқуға кіруінде үлкен әуметтер тілейміз. Кеше Нүкіс қаласы мектепке шегенген мектеп білімдіру бөліміне қарасылы жаңа 55 мектеп ішінде уақыттан бұрын студент болу бақытына миясар болған 172 оқушы бар болып, бұлар мектеп ішінде де
бір оқушымыз уақытынан бір студент болып миястар, бақытына миястар болды. Әмеңізге аумет тілейміз. Жоғары оқу орнына кіріп, ата-анаңыздың алдында ақ жүзді абыройлы болып, ойнап күліп жүре беріңіз. Рахмет әмеге. Ассалаумағалейкум, hurmatli кәсіптесілер, hurmatli ата-аналар, hurmatli біткерушілер. Міне бүгін өміріңіздегі бір ең қуанышлы күн десек те, һәм сонымен бірlikte жаңа өмірге осы біткерушілеріміздің ең бірінші қадемі десек те алжаспаймыз. Бұл байрам менен баршаңызды шын жүрегімізден құттықтаймыз. Қазір сіздерге Өзбекстан Республикасы президентіміздің осы біткерушілерге құттықтауын жеткермекшімен. Aziz перзентлерім, hurmatli мұғалімдер һәм ұстазлар, hurmatli ата-аналар. Бүгін мемлекетіміздегі барлық ұлыма білім беру мектептерінде соңғы қоңыраулар жаңлап, байрам лажлары болып өтпекте. Міне осы толқынландырушы демлерде 472 мың ұл қызларымыз мектепті тамамлап, үлкен өмірге жол алмақта. Міне осындай ұмытылмас аям менен баршаңызды шын жүрегімізден құттықтаймыз. Біз бүгін келешек ережелерін түзіп атырған сіздей перзенттеріміз тымсалында жаңа Өзбекстанды дүнияға танытатығын дөретуші күшті көріп тұрмыз. Осы жылы бірінші мәрте 11 мыңнан астам перзентіміз мектепті алтын һәм күміс медалларменен тамамалмақта. Бұндай ұмтылмышаң ұл қызларымыз келешекте өз амаласларына үлгі болып, еліміздің рауажлануына үлкен үлес қосады деп сенеміз. Har bir мектеп біткерушісінің тұрмыста мөнәсіп орын иелеу үшін қазіргі күнде үлкен күш һәм имканиятларымызды жұмсамақтамыз. Әлбетте, бүгін біткеруші ертеңгі инженер, шпакер, ілімпаз, шайыр һәм жазушы, іспілермен дегені. Бүгінгі біткеруші үшінші ренессанс дөретушісі дегені. Сізлер жаңа Өзбекстанның ең үлкен сенімі һәм таянышысыз. Елімізде 207 жоғары оқу орны һәм 643 техникум сізлерге заманауи білім, кәсіп һәм мамандық беруге таяр. Минеткеш өз күшіне сенген жастарымыз елі мектепті біткермей тұрып, еліміздегі сырт елдегі абырайлы жоғары оқу орындарына кіруге үлгереді. Мәселен, 175 бір жастарымыз дүнияның жетекші университеттерінде һәмде мыңлаған біткерушілер мемлекетіміздегі жоғары оқу орындарына қабыл етілді. Келгеніменен шын жүректен құттықтаймыз. Aziz біткерушілер, өзіңіз көріп тұрсыз, бүгін тұрмыста Минет базарындағы талап та жеделдікпен өзгеріп бармақта. Жаңадан кәсіптер пайда болмақта. Тіл кәсіп, компьютер сауаттылығы һәм еркін дарамат табу көлік белесін елу ахметлі зарулікке айланбақта. Минет базары енді бәрінен бұрын үжет емес, әмели тәжірибе һәм нәтиже сұрамақта. Бүгін ауылдағы әпуайы мектеп біткерушісі ертең дүния тан алатығын ілімпаз болады. Бүгін өз алдына үлкен мақсатлар қойған, ұмтылушаң, ізденушең жастарымыз ертең миллионлаған инсанларға қызмет ететұғын технологларды жаратады. Бүгін кітап оқып атырған кішкене қызымыз ертең мемлекет рауажлануына жаңа басқышқа алып шығатұғын перзентлер тәрбиялайды. Соның үшін har біріміз кемінде біреуден шет тілін һәм заманауи кәсіпті иелеуге hareket етің. Бұл келешекке ашылған есік сіз үшін қосымша имканият һәм қошемет болып есептеледі. Міне, осы тарауларды сіздер әлбетте өз кәсібіңіздің хақиқи иесі боласыз. Қадірлі перзентлерім, бүгінгі тез өзгеріп атырған дәуірде тұрмысқа, оның кескін талаптарына таяр болу бұл ең ахметлі вазифалардан. Біз бұл жолда сіздер үшін ең жақын дос, ең күшлі құрал болған кітап болып есептелеміз. Себебі кітап нұр, ілім һәм ібрат дерегі. Көп кітап оқыған инсан ешқашан туры жолдан адаспайды. Күшлі ғайратқа, кең дүния қарасқа ие болады. Бұл дүнияда har бір саналы инсан, ата-анасы, ұстазлары һәм ел жұртының сенімін ақлауға ұмтылып жасайды. Инсан үшін ең ұлы бағыт, үлкен мақтаныш негізі осы. Сіз бүгін мектепті
бердіңіз, бірақ үлкен өмір мектебі енді басталмақта. Міне сіздерге осындай теңсіз бақыт, жоғары бақыт иесі болуыңызды тілеймін. Өз алдыңызға үлкен мақсатлар қоюда ешқашан қорықпаң. Өзіңізге сеніп, барқылла алға барың. Барқылла өзгерістер, реформалар рухы менен жасайтұғын әулет болың. Бұл жолдағы дәслепкі қадемлеріңіз құтлы һәм берекетлі болсын. Баршаңызге бақыт һәм әумет хәмеше яр болсын. Азиз перзентлерім. Әлбетте бұл ел басшымыздың сіздерге деген жоллауы, құтлықлауы деп түсінеміз. Әрбір айтқан сөзінде үлкен мәнсілер жатырыпты, үлкен сабақ жатырыпты, үлкен білім жатырыпты, үлкен тәжірибе жатырыпты. Осы тәжірибелерден пайдаланып, келешекте өз жолларыңызды табасыз деген сенімдеміз біздер. Жаңа айтып өткенде, осы мектептің жетіскерліктерін жаңа директорымыз бірме-бір айтып өтті. Келешекте мінекей биылғы жылғы жетіскерліктерге кейінгі оқушылардың жетісуіне тілектеспіз. Байрам баршаңызға құтлы мүбәрек болсын. Еш уақытта паруазларыңыз бәлет болсын. Паруазларыңызда қанаттарыңыз ешқашан талмасын. Керушілеріміз үшін, барша оқушылар үшін қоллап қуатлау есабында болады деген ойдамыз. Ал енді біз байрам кешемізді ашық деп жариялаймыз, хамде байрам салтанатымыздың ең ахметлі бөлімі әлбетте 11 класс біткерушілері тарапынан хамде оқушыларымыз тарапынан таярланған концерт бағдарламасына нәубет береміз. Онан алдын болса, бұл қарлығашыларымызды күзетіп қоямыз. Sevdiğim sellanı biz uşuğa bilenken Hamza kalın naz bilen kolun sana sana gel O telimi türleniyip söyleşirin tilge kel Kızıl gülde aşılıyıp söyleşirin tilge kel Gözün sağlığın özlesin bir garip bülbüle kel Бағдарламамызда осындай жоғары өлкепияты давам етеміз. Ендігі нәубет 4-ші В класс оқушылары тарапынан таярланған қосық. Учителя. Учителя, 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 учителя,
қарасылы 26 санлы Улума орта білім беру мектебінде 4 класс оқушылар арасында болып өткен Пирлс 2026 халықаралық бақылау дәстүрінің текарғы ымтихан процестерінде өзінің минет сүйгішлігі, педайлығы менен белсенділік көрсеткен үшін бастауыш класс оқытушысы Баймұратова Саятхан Таумұратовнаны сыйлықланады. Және де бастауыш класс оқытушысы Шыразова Саодат Қадырбергеновнаны ортамызға мұрат етеміз. Және де бастауыш класс оқытушысы Бекдулаева Гүлшира Алламбергеновнаны құттықтаймыз. Және де бастауыш класс оқытушыларының метод бірлеспе баслығы. Және де бастауыш класс оқытушысы Нұржаубаева Гүлшат Султановнаны құттықтаймыз. География пәнінен текарғы пан олимпиадасының Нөкіс қалалық басқышында сыйлы екінші орынды иеленді. Бұнда өзінің минеткешлігі, педайлығы, оқушылардың жақсы нәтижелерге ерісуінде аянбай қызмет көрсеткен үшін география пәні оқытушысы Жемұратова болсын Өтемұратовнаны сыйлықлаймыз. Белсенділік көрсеткенмекте, айне осы мазмұнда, яғни дене тәрбие пәні оқытушысы бес баслама олимпиадасы шеңберінде Нөкіс қаласындағы Улума орта білім беру мекемелері қызметкерлері арасында саламат денеде сапалы білім сүрені текарында кәсіптік ауқымлары кубоклары үшін спорттың стол теннис түрі бойынша қалалық басқышта 3-ші орын жеңімпазы болды һәм бір қатар жарыстарда белсенділік көрсетіп сыйлы орынларды иелеп келмекте. Бұл үшін Хамитов Азамат Жұмағалиевич сыйлықланады. Құттықтаймыз. Өткерілген волейбол спорт түрі жарысынан Нөкіс қаласындағы, яғни 26 санлы Улума білім беру мектебінің педагог қызметкерлерінен ібарат Хаял қызлар командасы қатынасып, сыйлы 3-ші орынды иеледі. Бұнда әлбетте бірінші болып құттықтаймыз. Демек, осындай жетістіктерге ерісуде әлбетте мектептің басшысы үлкен минет етеді. Солар минеттің нәтижесі мінекей бүгін көріп атырды. Перерін апа, сізді бүгінгі құрмет жарлығыменен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге күш қуат тілейміз. Осындай спорт сағлам, ана сағлам бала дейді ғой. Демек, келешегімізді әулетларын сағлам жетістіруде еш уақытта шаршамаң деп сізден құттықтап қаламыз. Айне осы жарыста белсенді қатынасып, басқа да жарысларда өзінің белсенділігін көрсеткен үшін һәм сыйлы орынларды иелеген үшін Акымниязова Гүлшат Алаватиновнаны құттықтаймыз.
осы мазмұнда Қыдыралиева Анар Полатовна сыйлықтанады. Құттықтаймыз. Абдыкаликова Миргүл Аяпбергеновнаны құттықтаймыз. Әлбетте, қабілетті мектеп ансамблі таңлауында өзінің белсенділігін көрсетіп, оқушылары да сыйлы орынларды иелеп келмекте. Батыр кубогы үшін өткерілген волейбол спорт түрі жарысында Төре Мұратова Дилшода Құралбаевна өзінің белсенділігін көрсеткен үшін мінедаршылық білдіреміз. Және де Аланиязова Зулейха Жеңісбаевнаны құттықтаймыз. Айне осы мазмұнда Ешбаева Бақкөл Орынбаевна сыйлықтанады. Мархамат. Батыр кубогы үшін өткерілген волейбол спорт түрі жарысында Сере Мұратова Зайфуна Мамбет Мұратовна өзінің белсенділігін көрсеткен үшін құттықтаймыз. Айне осы мазмұнда Жемұратова Фатима Сабырбаевна сыйлықтанады. Өз мінедаршылығымызды білдіреміз. Мархамат, концерт бағдарламасын тамашалау үшін өз орындарыңызға жайғасаңыз болады. Ал біз болса концерт бағдарламамызды давам етеміз. Әлбетте сіздің қол шапалақтарыңыз астында. 11-ші В класс оқушыларының аяқ ойынын біргелікте тамаша етеміз. Шашпаулы қыз. Әлбетте 11-ші класс күткерушілерінде сәл алдыраушылық болатыр. Түсінесіз деген ойдамыз, себебі үлкен қалаларда кіші кемшіліктер болып тұрады. Солай екен қолап қуатлап, концерт бағдарламасын жоғары өркендерді тамаша етуді давам етің.
Рахмет. Останется лето до 5 класса, мы старше стали на год. Средняя школа, сентябрьский праздник, в жизнь нашу ярко войдет. Отложены бантики до выпускного, солнце так манит гулять. Но первый наш класс и начальную школу мы будем всегда вспоминать. Прощай, начальная школа, мы станем взрослыми скоро. Прощай, любимый наш класс, и не забудем мы вас, учитель наш дорогой. Здравствуй, время каникул, закинуть подальше рюкзак и спрятать дневник, оценохранитель, пенал слушаем циркуль чудак. Спасибо за все, скажем звонкому детству, а я деться, и школа на свете опять. И здравствуй, средняя школа, ты нам пока не знакома. Теперь у нас 5 класс, но не забудем мы вас, учитель первый родной. У вас другие ребята, а мы за новые парты.
Әлбетте. Және де мақам құралар жиыны басылығы Мұратов Дәулет ағаны ортамызға мұрат етеміз. 2025-2026 оқу жылы давамында өзінің жоғары қабілеті, үлгілі мінез құлқы, милли һәм халықаралық дәрежедегі сертификатлар алып, мүддетінен алдын дүниежүзілік экономика һәм дипломатия университетіне студент болып, барлық теңдестеріне үлгі болғанлығы үшін 11-ші В класс оқушысы Урумбаев Абдрашид Қуатовичтің әкесі Урумбаев Қуат Турсынбаевичті құттықтаймыз. Ең жауапкершілігі ата-ана номинациясымен сыйлықтаймыз. А класс оқушысы Аликеева Маликаның анасы Аликеева Зәуре ханды құттықтап қаламыз. Ең жауапкершіліклі ата-ана номинациясымен. Ең жауапкершіліклі ата-ана номинациясымен Құрбанова Арайлым сыйлықланады. Құрбанова Арайлымның ата-анасын ортамызға мұрат етеміз. Және де осы мазмұнда Мырзахметова Жарқынай 11-ші А класс оқушысы өзінің белсенділігін көрсетіп, жыл давамында үлгілі болған үшін ата-анасын сыйлықтаймыз. Ең жауапкершіліклі ата-ана номинациясымен. Жыл давамында 11-ші Б класс оқушысы Мырзакулова Жібектің анасы Алданова Назира Жарылқасеновна ең жауапкершіліклі ана номинациясымен сыйлықланады. Менен Хайдарова Орал Нетбаевна сыйлықланады. 11-ші Б класс оқушысы Алмұрзаев Азаматтың анасы. Анасы Хожамбетова Баян сыйлықланады. Құттықтап қаламыз, әлбетте қол шапалақлар менен қола-қолдап отырамыз. Айне осы мазмұнда 11-ші В класс оқушысы Бекболатова Сүмбілдің анасы Сапарниязова Гүлшахар Амангелдиевна сыйлықланады. Ең жауапкершіліклі ата-ана номинациясымен. Және де 11-ші В класс оқушысы Оразбаев Сададдиннің анасы Пырназарова Алзада Абековна сыйлықланады. Ең жауапкершіліклі ата-ана номинациясымен құттықтаймыз. Әлбетте осындай перзенттерді дүнияға келтіріп, камалға жетіргеніңіз үшін айрықша мінедаршылығымызды білдіреміз. Және де давам етеміз. Узакова Дильнозаның анасы Серімбетова Роза Лепеспаевна сыйлықланады. Ең жауапкершіліклі ата-ана номинациясымен. Бәрше ата-аналарымызды шын жүрегімізден құттықтап қаламыз. Әлбетте жұмысларыңызда тасқын табыстар тілейміз. Өмірде ең үлкен қадамге бір мектеп босағасына үлкен қадам басылып, қадамнан құтты қадам болсын. Әрбір осы мектеп тұрағы 57 оқушы бар деп атап, бұлардың бәрі жоғары мағлұматлы студент болуына тілеп қаламыз. Ұшқанда, ұядан нені көрсе ұшқанда соны көрсін дейді, соларды тәрбие алып, бәрін камалға келтіріп, ата-аналарына рахмет айтамыз. Қалай берсем де ұстазларына, мектеп директорлеріне әмесіне рахмет айтып қоямыз. Сол жақсы оқуға кірген күндерінде, жақсы үлкен жетіскендіктерінде бәрін қуаныштарында теңдей бөлісіп жүре бергенбізді. Әмесіне зор денсаулық болсын. Сонда 25-ші соңғы қоңырау әмеге құтты бола берсін.
рахмет айтамыз жақсы тілектеріңіз үшін. Мархамат. Оқушыларын құттықтау үшін әлбетте меймандар келген, қарсы аламыз. Мархамат қол шапалақларменен. Оқушылар, неге енді арадан бір 20 жылдай уақыт өтсе солармен ұшырасуға мұрат еткен екен, сол мұраттілері үшін рахмет. Енді биылғы біткені атқанлар, неге бір жақсы оқу орындарына кіріп кетіп, үлкен табыстарға жетсе берген. Жаңа естіп жатырмызды, неге алдын ала оқуға кіргендер бар екен. Олардан бір құтылып болсын. Қалғанлары да бір жақсы келешекте бір кәсіп иелері болып, елге халыққа бір жақсы қызмет істейтін үлкен азамат қыздар болып жетсе берген. Осылар тәрбиелеген мінеге ата-аналарға үлкен рахмет, жаңа рахметтерді айтып жатырыпты. Сондай оқушыларымыз елде қалған жағында көп шыға берген. Өзімізді Қарақалпақстан, Өзбекстанымыздың абыройлары бәлен-бәленге көтере берсін. Жұмыстарыңызға табыс болсын амаға. Жамағаты, менің кәсіптестерім, мұғалімдер, түпкеруші класс оқушылары, неке бүгін қоңырау байрамына батырған екенсіз, құтылы мүбәрек болсын. Мына түпкеруші жастарға бәлен паруазлар тілеймін.
қанатлары талмасын, биіктерге шарлай берсін, өздерінің аңсаған армандарына жете берсін. Bundan 20 жыл бұрын менің осы мектептен қанат қомлап ұшып кеткен жастарымыз бүгін ұстаздарын есілеп, ұстаздарына сәлем берейін деп ятқа алып кеп атырған мына оқушыларыма көп рахмет айтамын. Жұмысларында, семьяларында үлкен жетіскеншіліктер тілеймін. Һәммеңіздің балаларыңыз ойларыңыздағыдан зият сол жақсы абырой әперетін жастар болып жетісе берсін. Мына мектептің мұғалімдеріне де көп рахметтер айтамын. Осындай жетіскеншіліктерге жетісіп, оқушылар тәрбиелеп жатырған жұмыстарында, машақатлы жұмыстарында табыстар тілеймін. Жақсы тілектеріміз үшін өз мінедашлығымызды білдіреміз. Айне осы орында біз концерт бағдарламамызды жумақлаймыз, ал 20 жылдықтардың концерт бағдарламасы болса давам етеді. Әлбетте мәжіліслер залында давам етеміз. Бәрше келген мейманларға айрықша мінедаршылығымызды білдіреміз. Хамде осы жылы 11 класты бітіріп отырған бітірушілерімізге бәлен паруазлар тілейміз. Алдағы оқуларында тасқын табыстар тілейміз. Хам жоғары оқу орындарына болып өтетін тест сынақтарында үміткер болуына тілектеспіз. Бәршеңізге өз мінедаршылығымызды білдіреміз. Сау саламат болың.
қайғы, қуаныш салар, оқушының алтын дәуір артында қалар. Қош бол деп қабылдаңға соңғы қоңырау. Бүгін жүректерде бір бақауыр. Өзіне жас алар балалық қауыр. Дүнияда не ауыр, айралық ауыр. Әлуеді айтуда соңғы қоңырау. Қазым, ана мектебім. Қош болың достарым, балалық шағым. Қош болың сендегі өмір дәптерім. Қоңырау естетер құлағыңдарым. Қоңырау сесті әлем бойлап барады. Ана табиатты рухалыққа салады. 11 жыл білім берген ұстаздар сіздерге айқын жүріп тілеп қалады. Қош болың ұстазым, ана мектебім. Қош болың достарым, балалық шағым. Қош болың сендегі өмір дәптерім. Қоңырау естетер құлағыңдарым. Қағылған қоңырау не сонымен соң қоңырау жүріп шымақтанады. Әр жерге күтқаздарыңыз үшін рахмет деп қаламыз. Және де қошаметтен салам етеді Нүкіс қаласы мектепке шекемгі һәм мектеп білімдендіру бөліміне қарасты 26 салы ұлма орта білім беру мектебі қабілетті мектеп ансамблі талғауының Нүкіс қалалық басқышында мұхаллес командасы құрамында қатынасып, сыйлы 3-ші орынды жеңіп алуда өз үлесін қосқан үшін 7-ші класс оқушысы Дәулет Мазаров, Шахмардан Ерназарович сыйлықтанады. Дорогие родители, дорогие выпускники, поздравляем вас с сегодняшним самым памятным днем в каждой жизни человека, с днем выпускного. Желаем вам, чтобы сбылись все ваши мечты и желания. На радость нам и родителям достигли самых высот. И чтобы всегда не забывали свою школу и родных учителей. В добрый путь, мои дорогие! Счастливого полета вам! Ассалаумағалейкум, құрметті жамаат, 26 мектеп жамааты һәм мына мектебімізге мейман болып жатқан ата-аналар, құрметті менің біткерушілерім. Міне бүгін сіздер мектеп босағасын, ана мектебімізді біткеріп, үлкен өмір жолына қадам басып жатыр екенсіз. Құдайым басып жатырған қадамдарыңыз оң болсын. Жоғары оқу орындарына сүрінбей өтіп, елімізге, халқымызға бір керекті мамандар болып жетісіп, бақытларыңыз болып, біздерді мектебімізді ешқашан ұмытпастан, міне жаңа ғана 20 жылдықты белгілеп келіп жатыр. Міне солар болып мектебімізге қуанышпенен келуіңізді күтіп қаламан. Елімізге белгілі кәміл инсанлар болып жетісуіңізді тілеп қаламан. Ақ жол сіздерге, құрметті біткерушілерім. Ассалаумағалейкум, құрметті ата-аналар, меймандар, ұстазлар. Неке бүгін мектебімізде 25 май соңғы қоңырау кешесі болып өтті. Сұмна біткеруші жастарымызға әммесіне тілегіміз сол жоғары оқу орындарына кіріп кетуін, біткеріп бір республикамызға керекті бір жақсы кадрлар болып жетісуіне тілектеспен. Әмме уақыт Құдайымыз табыстар болсын сіздерге. Здравствуйте, уважаемые родители, уважаемые гости, уважаемые учителя. Желаю вам долгих лет жизни, чтобы вы всегда были такими хорошими, удачными ребятами, чтобы вы поступили в высшие учебные заведения, всегда радовали нас и своих родителей. Ура! Міне бүгін балаларым көкке ұмтылып жатырсыз. Жайған қанатларыңыз жоғарыларға, бәленттерге ұша бергей. Өмір жолыңыз жарқын болсын, ашық болсын, айдын болсын. Тілеймін осы бітіріп жатырған біткерушілеріміздің бәрі жоғары оқу орындарына кіріп кеткей. Ата-аналарының атларын көктерге шығаратындай перзенттер болып жетіскей. Сол сіздердің жақсы күндеріңізді, қуанышлы күндеріңізді біздер көріп, қуанып жүре берген. Оқуға кіріп кеткейсіз бәріңіз, студент атағына еріскейсіз.